Саламатсыздар ма? Вақыт апай, қалыңыз қалай? Телефонды дұрыстап қоя алмай жатырмын. Кеш жарық барлықтарыңызға. Кеш жарық. Кішкене жиналайық. Содан бастаймыз. Кеш жарық барлықтарыңызға. Қуаныштымын барлықтарыңызды прямой эфирда көруге. Рахмет. Здравствуйте. Арасында орысша, қазақша да кетуі мүмкін, иә. Кеш жарық, Перизат, Анара, Бақыт, қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Жақсы, барымен базар дейді, осылай бастай берсек, иә, қалғандары арамызға қосылып жатыр. Құрметті бизнес партнерлар, мен бүгін алған тақырыбым адамның ойына қатысты. Адамның жаңағы айтады ол мысль, иә? Біздегі жаңағы жұмысымыздың дұрыс болуы, жүруі, кез келген жерде, тіпті ол сетевой бизнеста болсын, сетевойға ешқандай қатысы болмасын, кез келген адам қандай да бір салада жетістікке жету үшін, тіпті үйде, ол рухани тұрғыдан болсын, ол материалдық тұрғыдан болсын, қай жағынан болсын, кез келген адам жаңағындай үлкен жетістікке жету үшін ең әуелі адам ойын өзгерту керек екен. Ойды өзгерту үшін ең әуелі біз аузымыздағы сөзімізді өзгертуіміз керек екен, иә? Біз мысалға жаңағы неге көпшілігіміздің қолымыздан келмейді бизнесте жетістікке жету? Көбінде біздің жаңағы ойымыздың дұрыс еместігінен. Біз жақсы жаққа ойлай алмаймыз. Көбінде ойымыз дұрыс емес. Мысалға, мен үнемі айтам, закон Паретто деген бар, иә? Сол закон Паретто, он работает он везде, и в сетевом, и былай өмірде де 80/20 деп бөлеміз, иә? Мысалға, қарапайым халықты біз 100% деп алатын болсақ, 100%-дің ішінде 80%-ы ештеңеге басын ауыртқысы келмейді, өмірін өзгерткісі келмейді, жаңа жаққа жетістікке жеткісі келмейді, былай айтқан. Мүмкін келеді, бірақ соған қарай іс-әрекеттер жасамайды, иә? Былай айтқанда жаңағы өзеннің ағысымен, жаймен, жаңағы сол бармен, болмысымен ағып отырады, иә? Тек қана қалған 20% жаңағы өзеннің ағысына қарсы жүреді. Ол адамдар әрине ойын өзгерте білген, осы жерден бір жетістікке жетемін деп өзін өзгерте білген адамдар менің қолымнан келеді деп, иә? Ол адамдар әрине, мы говорим, это успешные люди, иә? Сондықтан ойымыз ол өте үлкен жаңағы рөл атқарады. Қазақта сөз бар,
жақсы сөз жарым ырыс деген, қашанда жақсы сөйлей білуіміз керек. Міндетті түрде сіздің аузыңыздан шыққан сөз ол жаңағы сіздің айтамыз ғой, подсознание дейміз, түпкі санаға барады, міндетті түрде әсер етеді. Түпкі санаңызда сіздің ойыңыз жақсы жаққа, осы жерде жетем деген сияқты дұрыс болу керек. Мысалға мен өзімді айтайын, енді басқа біреуді айтпай ақ қой, мен енді қаншама бәленбай жыл өмір сүріп тастадым, мен прям бәрін көрген, мен білгішпін деп айта алмаймын, бірақ осы өмірдің өзінде мен көп нәрсеге көзім жеткен тұстарым бар. Оны және көпшілік қолдайды деп ойлаймын. Мысалға, менің өзімнің осы үйімнің қазіргі болмысым, қазіргі барым, тіпті қай жағынан алып қарасам да, материалдық тұрғыдан болсын, мына личностный рост дейміз ғой, адамның өзінің жаңағы санасының өсуінің өзі, мына үйімнің, қазіргі бар көлігімнің, қазіргі бар балапандарымның барлығының бары ең негізгі менің кезіндегі осыдан бірнеше жыл бұрынғы ойлаған ойым екен. Сенесіздер ма? Мысалға, мен шыны керек жолдасым екеуміз жаңағындай квартираларда жүрдік, балаларымызбен мысалға айту, олар да жанымызда болды, біресе анда, біресе мұнда. Былай айтқанда, басқа адамдардың босағасында жүрген кездеріміз болды, сол кезде қиналасың ғой, енді қиналмайды емес, өйткені жаңағы біреудің көңіліне қарап өмір сүресің, үйге кісі келсе де, қонақ келсе де, артық адам басы көбейсе де, мысалға сенің жаңағы хозяин дейміз ғой, квартираның, ол адам ренжиді мысалға. Сол кездерде қиналасың, ойлайсың. Сонда Алладан сұраймыз, Алла, өзіміздің бір кішкене ғана баспанамыз болса екен, көп ештеңе, артық ештеңеге жоқ, бір сәл ғана бір үйіміз болса, бір өзіміздің балапандарымызбен бірге жататын, тұратын, өзіміздікі болса айту, сол жерде бір кішкене бір жаңағы жуынып шайынатын өзіміздің бір жаңағы душ, жылы су ішінде болса екен деп, бір сол нәрсені ғана армандадық. Қазір қарап отырсам, тура артық ештеңе жоқ. Сол кезде нені айттық, нені ойладық, тура сол заттар ғана. Мысалға, ойлаймын, мен сол кезде енді үлкен нәрсені айтсам да болатын еді деймін, адамнан қандай запрос шығады, қандай сұраныс шығады, соған байланысты. Мен мысалға мына санамда, мына түпкі санамда мен одан артық нәрсені ойлаған жоқпын, одан артық нәрсеге қол жеткізгім келген жоқ, көрдіңіз ба? Менің сұрағаным сол қазіргі барым. Сондықтан енді қай жағынан алып қарасаңыз да, тіпті шариғаттың өзінде де ешқандай жерде не жоқ қой, жаңағы сен осы жерге келгенде міне болды, осыдан артық сен ала алмайсың, или бұдан артық ойлама, бұдан артық сұрама деген нәрсе жоқ. Керісінше айтылған, сұра, ал, бай бол, бар бол, тек қана сен оны дұрыс бағытта, дұрыс жаңағы неде қолдансаң. Мен үнемі айтам, ақшаның өзі де жаман демес, ол жақсы демес. Ақша деген белгілі бір жетістікке жету үшін керек нәрсе, бірақ ол жаман адамның қолында жаман әрекеттерге барады, жақсы адамның қолында ол керемет бір игілікті үлкен істерге дейін жұмсалады. Сондықтан да ол барлығы сізге байланысты. Енді тіпті қазіргі таңда мынау BioC компаниясында, егер де арамызда мені танымайтын адамдар болса, мен өзімді ең әуелі таныстырып өтсем, мен есімім Өмірбаева Әсем, BioC компаниясының топ лидермін. Қазіргі таңда BioC компаниясында бриллиантовый директор статусындамын. Осы статустың өзі, жаңа мен айттым, қай тұрғыдан болсын адамның кезіндегі ойы қазіргі бары деп. Мен, сіздер сенесіздер ма, мен BioC компаниясы, әрине мен ол бірінші компаниям емес, сетевойда мен ең алғаш өзімнің жаңағы бағымды басқа компанияда сынап бастағам, бірақ көптеген тәжірибелер алып, көптеген жаңағы құлаған кездерде болды, қиналған кездерде болды, бірақ әйтеуір қайтпай сол бір үлкен жаңағы мақсат қойып, соған мақсатқа адал болудың арқасында әйтеуір қазір шыны керек көптеген тәжірибе жинадым. Сонда мен қашанда жаңағы мені шақырады ғой спонсорлар, Әсем, мұнда барайық, мына жерге келейік, сен мысалға осы жерден үлкен жетістікке жетесің,
мынандай бір тренерлер, мен көп тренерлердің сабағына қатыстым, көп ораторлардың сабағына қатыстым, көптеген успешный люди мысалға айтады ғой, вот едет топ-лидер с такой-то страны, келіңдер десе, мен міндетті түрде, мен ешқашан ақшасына қарамайтын, мен үнемі сол жерден сол адамнан бір нәрсе алайын, сол адам арқылы бір өзіме қажет бір нәрселерді алсам деген оймен үнемі мен соларға баратын. Сонда мен жаңағы кейде ортаңғы қатарда отырам, кейде соңғы қатарда отырам, бірақ армандайтынмын, шіркін, қашан мен де міндетті түрде осындай зал жинаймын, менде үлкен команда болады, и мен өзімді сахнада ғана көретінмін. Шыны керек, қазіргі таңда Аллаға шүкір, міне Таразда да, қай қалаға барсам да қазір үлкен командам бар, Алматыда да үлкен командам бар. Сол арманым, сол айтады ғой, визуализация, сол сенген нәрсем, сол ойымдағы барым менің қазір, менің қазіргі барым. Енді көпшілік адам сенбейді, иә, мысалға, неге сенбейді? Мысалға қазір айтсақ, мен жерде миллион айлық аламын, тіпті депутаттың айлығы сияқты біздің айлық, иә, бір айтсам, бір ертегі айтып тұрған сияқтысын, машина да алуға болады, ананы да алуға болады деп, көп адам сенбей жатады. Неге сенбейді? Өйткені адамның санасында, ойында, жаңағы түпкі санада, подсознаниеде біз оны артық анандай сумманы көре алмаймыз. Біз ол бізге бір таңсық нәрсе сияқты, біз оған бір жете алмайтын сияқты болып тұрамыз. Ал бір кішкене ғана айлықты айтсақ, мысалға 100 мың табам или 150 мың табам десек, бізге көпшілік адам сенеді, более реально, потому что мына көпшіліктің басында ол сумма в пределах нормы. И любой адам ойлайды, нормально, иә, ал миллиондарды айтсаң сенбейді. Бірақ енді қазіргі таңда бәрібірде көпшілік адам сенеді. Аллаға шүкір, енді көзі ашылып, көпшілік адамның қазір ойы да өзгеруде. Өйткені мысалы сетевойды бұрын енді мүлдем қабылдамаған адамдар да болды. Қазір көпшілік адам оң қарайды. Неге? Өйткені көпшілік адам қазір белгілі бір жетістікке жетіп жатыр. Машина алып жатқан адамдар бар, квартира алып жатқан адамдар бар. Жалпы сетевойдан өзін бір жаңағы өзін тауып жатқан адамдар өте көп, иә. Соларға қарайды, адамдар ойланады, мына жерде мынандай адамдар жетістікке жетсе, неге мен жетістікке жетпеймін деген сияқты, иә. Сондықтан да қазіргі таңда енді Аллаға шүкір адамдар өте көп келіп жатқан. Бірақ көпшілік адам әйтеу бір нәрседен айтады ғой, бір жетістікке жете алмай жатады, иә. Үлкен жаңағы сатыға көтеріле алмай жатады. Міне соның ең негізгі себебі неде? Сіздер қалай ойлайсыздар? Жетістікке жете алмай жатқанның себебі неде? Бәрімізге ақша керек, бәріміз жақсы өмір сүргіміз келеді. Қорқыныш екен оның себебі. Мысалға, көп адам, сіздер бизнесті айтасыздар, нетесіздер, сол кезде отказ береді ғой. Біреу мысалға жолдасын сылтауратады, біреу мысалға ақшам жоқ қазір дейді. Әйтеу бір нәрсені айтады, бірақ ең негізгі соның себебі ол адамдағы үлкен қорқыныш екен. Қорқыныш дегеніңіз не? Қорқыныш дегеніңіз адамның ішкі, ол да бір эмоциясы. Жалқаулықта бар, енді қазақта жоқ емес, бірақ бәрібірде қорқыныш. Енді былай қарап тұрсаңыз, қорқыныштың өзі жаңағы енді айтады ғой, мына жоқ деген сөздің өзін мен үнемі айтамын, иә. Адам оны психологтар дәлелдеген, адам оны непроизвольно айтады. Адам вроде бы өзін жаңағы бір нәрседен қорғайды, бір қорқақтайды, сол нәрседен қорғау мақсатында адам ең әуелі жоқ деп айтады екен. Қорқыныштың жаңағы ең негізгі себебі мына организм өзін іштей бір нәрседен сақтайды, қорғайды. Енді бірақ қорқыныштың өзінің екі үлкен түрі болады екен. Дұрыс айтады, дұрыс айтасыз, иә. Ең бірінші түрі халық не дейді, жұрт не дейді, менің туыстарым не дейді, иә, бірге жұмыс жасап жатқан адамдарым не дейді, ертең көрсе бұлар түсінбейді ғой деген сияқты адамдарда ең алғашқы сондай қорқыныш болады екен. Екінші қорқынышы ол қолымнан келмей қалса не істеймін? Мен мына жерде жетістікке жетпей қалсам не істеймін деп қорқады екен. Көрдіңіздер ме? Енді жаңағы бірінші қорқынышқа келетін болсақ, иә, адамдар не деп ойлайды? Мен саған айтар едім,
сөйлейтін адам, өсектейтін адам, иә, ол сіз жетістікке жетсеңіз де, жетістікке жетпесеңіз де, ол сөйлей береді. Сіз ол адамның аузына қақпақ бола алмайсыз. Ол бұрында да сізді айтқан, ол одан кейін де сізді айтады. Ол былай айтқанда, сетевойға келгеніңіздің, келмегеніңіздің оған ешқандай да қатысы жоқ. Оны просто сіз өзіңіз сөйтіп ойлайсыз, ұят болады ғой, мыналар мені түсінбейді ғой деген сияқты. Бірақ шыны керек, мысалға қазір осы қазіргі таңдағы заман, иә, мысалы бұрынғы неге айырмашылығы, қазір адамдар әркім өз ісімен, өзі, өзінің бала шағасымен, былай айтқанда занят дейміз, иә. Өйткені әркімнің өзінің арманы бар, әркімнің өзінің мақсаты бар, әркім өзі жаңағы бір нәрсеге жету барысында өзімен өзі алысып жатқан заман ғой, шыны керек. Сондықтан да ол адамдар сізге тіпті қарамайды да. Тіпті қазақта да сөз бар, иә, ит үреді, көш жүреді деген. Сондықтан да мен ойлаймын, ондайдан қорқудың ешқандай да қажеті жоқ. Абай атамыз мынандай бір керемет сөзін жазып алдым мен. Біздің, дейді, қазақтың өлісінде жаманы жоқ, дейді. Тірісінде жамандаудан аманы жоқ, дейді. Көрдіңіз ба? Өлген адамнан артық әулие жоқ, былай айтсаңыз, иә. Ал тірі күнінде жамандаудан ешбір адам аман қалмайды деген сөз. Енді ол сіз қалай айтсаңыз да, сетевойға келгеніңіз, келмегеніңіздің ешқандай қатысы жоқ. Ол өмірде болып жатқан сондай нәрсе, көрдіңіздер ма? Сондықтан оған ешқандай мән берудің қажеті жоқ. Ол қорқыныш, тіпті қорқыныш деп те айтпас едім мен, шыны керек. Екіншісі, жаңағы ойлаған іске аса ма, аспай ма, жетпей қалсам не болам деген сияқты, иә. Мына неде де жаңағы жақсы сөз бар, иә. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің, дейді. Адам көп мәрте ойланған сайын, жаңағыдай бір айтады ғой, бір шешіле алмай көп уақыты сол ойға кеткен сайын, осы ісім дұрыс па, бұрыс па, қалай болады, ертеңгі күні рас оны бастасам, мүмкін жетпей қалсам деген сияқты. Адам көп ойлаған сайын сіздің санаңызды сенімсіздік көп ұялайды. Ол ешқандай жақсы бір жаңа алдыға қадам басуға әкелмейді. Адам сол нәрсені ойлаған сайын міндетті түрде жаңағы өзінен өзі одан арман қорқа бастайды. Мысалға жаңағы недегі шариғатта мына Құран кәрімнің өзінде сүре бар екен, иә. Маған сен тәуекел ет дейді екен. Көрдіңіз ба? Алла тағаланың өзі тәуекелшіл адамды жақсы көреді. Енді сіз бір нәрсені бастамасаңыз, иә, қорқам деп мысалы отыра берсеңіз, ол нәрседен қандай нәтижесі болады, болмайды, сіз ештеңе білмейсіз ғой. Сондықтан да міндетті түрде бастау керек екен. Мен үнемі айтам, иә, там, где страх, там моя сила деп. Прям неден бастайсыз? Жаңа айтады ғой, қазақта тағы бір сөз бар. Батыр болма, батыл бол дейді, иә. Батыр болма, батыл бол дегені, батыл жаңағы сен өзіңнің қорқынышыңа қарай қарсы әрекет ет деген сөз, иә. Тура сол неден қорқасың, сол істен бастауың керек. Мен үнемі айтам, адам шақырудан қорқасыз ба? Вот адам шақырып бастаңыз. И сіз түсінесіз сонда, ол істің сондай да қиын емес екенін. Өйткені біз даже ана обстоятельствоның өзінен қорқпаймыз. Біз просто бірінші қорқыныш келеді деп, біз сол әрекеттен одан кейін барып қорқамыз. Біз әрекеттің өзінен емес. Көрдіңіздер ме? Енді мен түсініп жатқан шығарсыздар деп ойлаймын, иә. Енді мүмкін арамызда мені вообще түсінбейтін адамдар бар шығар, өйткені жаңа айтады ғой, адам өзі білмейтін нәрсені, нетпейтін нәрсені аса қабылдағысы келмейтін адамдар болады. Айтады ғой, жаңа бірдеңені вникать етіп, бір нәрсені білуге тырысқаннан гөрі ол нәрсені отрицать еткен жақсы, иә. Жоқ деген сияқты. Сондықтан енді мен ойлаймын, бірақ менің командамда, Аллаға шүкір, мені түсінетін адамдар өте көп деп. Сондықтан да құрметті бизнес партнерлар, құрметті команда, ештеңеден қорықпаңыздар. Мысалға
кейбір адамдар айтады, ой, жаңағы мен BIC-ға дейін менде сондай жаман опыттар болды, мен жаңағы Oriflame компаниясында жүрдім, басқа компанияда жүрдім, мен қиналдым, мен сонша уақытым өтті, қайран менің сол жерге төккен ақшам-ай деген сияқты адамдарда көп сондай бір өкініш нелер сезімдер болады, иә. Мен айтар едім, ол өкінетін ештеңе емес, ол дұрыс нәрсе. Жаңағы адам кезінде сол бір нәрсеге тәуекел етті деген сөз, иә. Кезінде Oriflame'ді бастады мысалға, иә. Жарайды, ол адамның мүмкін қолы жетпеді, жетістікке жете алмады, бірақ ол адамда ешкім тартып алмайтын бір нәрсе қалады, иә. Ол нәрсе опыт, ол нәрсе тәжірибе. Ол тәжірибеңіз сізді болашақта ондай қателікке бармауға, дұрыс жаңағы таңдау жасауға міндетті түрде соған итермелейді. Ол өте жақсы. Мысалға мен өзімді айтқым келеді. Мен 6 ай декретте отырған кезде осы уақытқа дейін 6 айдың ішінде мысалға ешқандай да өмірімнің өзгеріске ұшырағанын қаламадым. Мен тупо просто балаларымды босанып, солардың жаңағы жағдайымен жүре бердім. Тамағымды істеймін, жүрем деген сияқты артық ештеңе ойыма келмеді. Бірақ күндердің бір күнінде мен уже ойландым, мен неге бұлай жүрмін? Бұрынғы әсем қайда? Сенің қолыңнан келеді ғой, неге сен жұмысқа шықпайсың? Неге сен өзіңді өзің таппайсың? Деген сияқты. Енді бұдан да басқа мына кухняның да сыртында бір өмір бар ғой деген сияқты мен сондай бір ойларға келдім. Сондай ойларға келгеннен кейін айтады ғой, мен сіздер білесіздер, иә, мен қашан да қай жерде де әңгімемді бастар алдында мен міндетті түрде айтам, сіздің бұл жерде отырғаныңыз, бүгінгі мені тыңдап отырғаныңыз бекерден бекер емес, иә. Өйткені адам тіпті BIC-дің өзіне де бекерден бекер келмейді. Кез келген жағдай адамның өмірінде әшейіннен әшейін болмайды, сәйкестік деген нәрсе жоқ. Мен айтамын, үнемі ол нәрсенің болуы демек сізден қандай да бір сұраныс шыққан. Сіз бір нәрсені өзгеруге талпындыңыз, тырыстыңыз, Алла тағаладан сұрадыңыз. Жаңағы бізде Таразда кездесу болды бізде, ана жол. Сонда Гүлзада Ғотим апайдың аты, егер де мен тыңдап отырсаңыз, мен қате айтып жатсам кешірім өтінем. Сол кісі айтып жатыр, мен дейді осы компанияға келердің алдында дейді Алладан сұрадым дейді, маған бір жаңа компания болса, жақсалуы оңай болса, оның ішінде мына күнделікті адамға, әсіресе әйел адамға үйге қажетті заттар болса екен деп ойладым дейді. Бірақ мен ұйықтасам вообще BIC деген компанияны келем деп те ойламағам, бұндай компанияның бар екенін де ойламағам дейді. Көрдіңіздер ма? Сонда айтады, бір аз уақыттан кейін осы BIC-дің жаңа рекламасына түстім дейді. Содан информация тыңдадым, информациям тура менің іздегенім болды дейді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан міндетті түрде адамның ең әуелі ойлағаны болады екен. Сонда жаңағы сұраныстан туындап тұрған нәрсе ғой, сұраныстан кейін Алла тағала өзі бір сәтін салып тұр, иә. Сондықтан міндетті түрде сұрау керек. Мен сол жаңағы 6 жыл неде отырғанда сөйтіп оғанға дейін ештеңе сұрамай отырған кезде менің есігімді ешкім деп қақпаған, ешқандай бір жаңа жаққа, жаңаша бастамаға бір әкелетіндей бір ештеңе болмады өмірімде. Сонда жаңағы сұрақты қойғаннан кейін барып, сенесіздер ма, бір айдың ішінде маған бірден 3 бірдей адам келді. Сол кезде енді мен жарайды үшеуін, қалған екеуін айтпай ақ қояйын. Біреуіне мен қатты неттім, жаңағы Greenword деген компанияда просто презентация өткізген әйел маған қатты ұнады. Енді өзім үйде 6 жыл отырып қалған, әдемі сөйлеген адамдарды да ұмытып қалғам. Ана әйелдің сөйлеген сөзін көргенде, манерасын, жестикуляция, сондай маған қатты ұнағаны, мен аузым аңқиып, маған айтты, әсем, сен мықты лидерсің, мен сені көріп тұрмын, сенің қолыңнан келеді, давай осы бизнесті сен жасайсың деп. Сонда мен айттым, жақсы жасаймын, ол үшін не керек? Ол кісі маған басында айтты, 90 мың теңге, ол накопительный компания, 90 мың теңге жаңағы взнос, сонымен кіресің деді. Жақсы дедім, оған да көндім. Ары қарай ана кісі айтып жатыр, прям вкусно рассказывала про компанию. Бір уақытта тұрды айтты, Асем, а ты знаешь, для таких лидеров, как ты, у нас есть другая программа, и ол программаға сен өту үшін сен 270 мың теңге салуың керек деді. Мен ана кісіге қарап тұрмын да, жарайды, қазір мен үйге барып келейін дедім. Жолдасыма келгенде айттым,
Мен 6 жыл отырдым, балаларыңды бақтым, тудым. Енді маған өкпеңіз жоқ шығар. Мен өзімді бір іспен айналысқым келеді, бір нәрсе бастағым келеді. Маған сенсең, мен осындай бір жұмыспен айналыссам деп маған қарап тұрды. Жақсы, мен саған сенем, баста деді. Не керек деді, мен айттым 270 мың теңге ақша керек. Үйдегі жинап отырған 270 мыңын маған ұстата салды, мен жүгіріп барып бере салдым. Көрдіңіздер ма? Одан кейін әрине мен ол кезде түк түсінбедім. Мен ойладым, мен бір керемет бастаймын істеген сияқты, бірақ ол опыт менде болды. Бірақ кішкене айтады ғой жаңағы, болашақта ол компанияға бармайтындай опыт болды мен үшін. Өйткені алғашқы 270 мың кірдім. Одан кейін ол жерде тек қана БАДы болды. Екінші айда тағы 90 мың взнос жасау керек болды. Үшіншісінде мен уже оны да жасадым 90 мыңға. Но менде, если честно, даже содан да әлі 3 жыл болды ма, 4 жыл болды ма, кейбір заттар үйде тұр керек. Енді мен керегімше қолдандым. Видите, уже менің үйімде жаңағы складирование дейді ғой, уже товардың жинақталып қалуы. Демек, бұл бизнес дұрыс келмейді деген сөз. Негізі кез келген уақытта мен нем айтам, сетевой компаниялардың бәрі жақсы, бәрінде қайсына барсаңыз да ақша бар, міндетті түрде, именно сетевой. Қаржылық пирамидамен шатастыруға болмайды. Қаржылық пирамидаға өкінішке орай көбінде сетевойдан хабары жоқ, ең алғаш келген жаңағы қазақ барады, енді шыны керек. Ал енді сетевойның барлығында ақша бар. Просто ата Мамедов айтады, мықты ғұлама, егер де дейді, сіз өміріңізді қандай да бір сетевоймен байланыстырғыңыз келсе, ол сетевойдың жаңағы маркетинг планының қолжетімділігіне, ол сетевойдың мына товарларының ассортиментінің үлкендігіне, сондай-ақ оның бағасының қолжетімділігіне мән беріңіз дейді. Осы үшеуіне көңіліңіз толып тұрса, онда болды, бұл компаниямен жұмыс жасауға болады дейді. Мен де үнемі айтам, негізі бір адам үшін мысалы 30-40 мың ақша салу түкте қиын емес болуы мүмкін, бірақ бір адамдар үшін мысалға шалғай жерлерде, мысалы Қызылорда облысында, басқа да көптеген жерлерде 30 мың 40 мың деген кәдімгі біреудің айлығы. Сондықтан мен айтам, сіз кез келген жерде өзіңіздің өміріңізді байланыстырғыңыз келе ма сетевоймен, демек сіз өзіңізді емес, ең әуелі артыңыздан келген адамды ойлауыңыз керек, Ол адам жасай ала ма, адамға комфортна ма? Тем более қазіргі таңда, мысалға әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларда кездеседі, кез келген адам бастап кете алады. Негізі именно біздің BioC-ді мен толыққанды айта аламын. Бұрын мен Oriflame-де де жұмыс жасадым, Oriflame-де де айтатым, менің білімім бар, мен жеткізе алам, адамға дұрыс информация бере алам, бірақ қанша айтып жатсам да бір ішімде бір нәрсе бар ғой, бір жібермейтін, әй сен дұрыс айтып жатсың ба, бұрыс айтып жатсың ба, ертеңгі күні бұл адам қиналып қалмай ма, өйткені сен ясно түсініп тұрсың, что ол жерде шыны керек толықтай косметикалық бағытта, ол өзі о заманда алғаш дүниеге келгенде Oriflame косметикалық бағытта болған, 2005 жылдар оған wellness витаминдар қосылды, сонда ойлайтын, әй сен дұрыс жасап жатсың ба, өйткені енді кішкене шариғат жолында ұстанатын болғаннан кейін мен үшін ең әуелі адамның алдындағы жауаптан гөрі ертеңгі күні Алланың алдындағы жауап кішкене маңыздырақ. Сол үшін ішімде бір нәрсе, бір дұрыс, бір 100% ана адамға бір шын көңілмен жеткізу маған бір қиын болатын. Сондықтан да осы соңғы неде мен жаңағы Oriflame-мен ары қарай жұмыс жасай алмайтынымды шештім. Ал енді мына BioC-да мен қазір сондай ақ жарқын барлық 100% гарантиямен айта аламын, бұл керемет компания. Шын мәнінде өте керемет. Хотя осыдан 6 ай бұрын осы бизнесті бастар кезде менің өзімде де сомнение болды. Мен дұрыс келе жатырмын ба? Тем более бұл бұрын соңды құлаққа жаңағы бір, мысалы Faberlic десе, MV, Greenway десе, біз уже бұны үйреніп қалғанбыз ғой, көршіміз сонда, айту жылдар бойы кішкене болсында естіп келе жатқан компания, Алғаш BioC естіген кезде шыны керек, менде де қорқыныш болды. Негізі қорқыныш, мен сіздерге айтайын, любой адамда болады. Тіпті мықты ғұлама, жаңағы олимпиада чемпиондары, мықты боксерлар қай-қайсында да ең алғашында бәрінде де қорқыныш болады. Ол нормальный нәрсе. Просто жаңа қорқыныш дегенге қосып жатқаным,
Сондықтан басында менде де сомнение болды. Өйткені алғаш келген кезде бір 19 ба 18 ба бюро болды жұмыс жасап жатқан. Тем более 15 күн сайын келеді дегенде товар, тем более олар Россиядан келеді деген кезде кішкене бір ішімде нелер болды. Бірақ қанша дегенмен қайта-қайта ізденіп, қайта-қайта қарастырып, компанияның маркетинг планын әсіресе, енді ең негізгі нәрсе, ең әуелі нәрсе адам маркетинг планды жақсы білуі керек. Маркетинг планның дұрыс-бұрыстығын біз ажыратып алуымыз керек. Сол кезде мен мына маркетинг планның жаңағы кезіндегі сол мықты маркетинг, мықты компаниялардың ұстанған маркетинг план екенін білген кезде мен ойладым, жоқ, сен дұрыс жолдасың, сен жасай бер ары қарай. Тем более сен бәрібір де жаман нәрсеге шақырып отырған жоқсың, бәріміз де жуынамыз, басын жумайтын, ыдысын жумайтын, кірін жумайтын, тісін жумайтын адам жоқ. Сондықтан да тіпті сен түсіндім, мен ешкімге жаңағы не дейді, қиянат жасамайтынымды. Сондықтан мен бұл бизнесті таңдадым. Шыны керек, міне осы небәрі 6 айдың 7-ші ай, соның ішінде мен қазір күннен күнге мен дұрыс жолда келе жатқаныма уже көзім жетуде. Неге? Өйткені басында сомнение көп болды. Адамдарда сомнение көп болды. Бұл жерде, мысалға, біз басында айтамыз ғой, бұл жерде мынандай мүмкіндік бар, квартира бар, автобонус бар, путешествие бар. Хотя Қазақстаннан әлі ол кезде ешкім саяхатқа бармаған. Хотя Қазақстаннан әлі ешкім автокөлік алмаған. Сонда кейбіреулер айтады, кәне, кім алды сенің автокөлік? Айтшы, егер сенің компанияң шын осындай болса, кім сенеді сенің компанияң? Енді неше түрлі сондай нелерден де өттік. Бірақ сол кезде шыны керек, адам өзіне сенгеннен кейін ол сөздерге бола жығылып қалу, қойшы, шын осылардың бәрі шын айтады деген сияқты ондай бір ой болған жоқ. Сонында арқасы шығар, қазіргі таңда әлі де дұрыс жолмен келе жатқанымыз. Енді міне көрдіңіздер, аз уақыттың ішінде бір емес бірнеше автокөлік келді. Енді алдағы айларда міне уже алғашқы біздің жаңа топ лидерлеріміз өздерінің пәтерлерін алады. Ол дегеніңіз бізге кәдімгідей мотивация ғой, енді адамның көзі жетеді, деген сияқты. Қазір енді мен айтайын, қазір енді мүлдем жақсы. Енді келіп жатқан адамдарға мысалы ондай қорқыныш болмау керек. Өйткені көлікті де алған адам бар, саяхатқа да бар. Алланың қалауымен міне ең алғашқы осы қазақстандықтардың қатарына кіріп, менде сол саяхатқа бару бақыты маған да бұйырды. Енді міне Кипрді да жасап қойдым. Ендігі таңда әрине менің мақсатым, менің қыздарыммен бірге бару, менің лидерлеріммен бірге бару. Өйткені уже мына адам басында бір нәрсеге жету үшін талпынады, қазіргі таңда жеткеннен кейін мына өзіңнің жеткен жетістігінен гөрі артыңнан келе жатқан саған сенген мықты лидерлердің жеткен жетістігін көрген, ол енді мүлдем басқаша бақыт екен. Өйткені алғаш енді мен бірінші директор болғанда менде вообще ощущение болған жоқ. Ешқандай маса шағып алғандай да мен әсер алған жоқпын, шыны керек. Енді ол бұрыннан бері менің уже жаңағы тәжірибемде, мына уже мына тәжірибеде де емес, мына подсознание дейміз ғой, түпкі санада мен уже давно директор болып отырмын. Просто мен келдім де сол мына санадағы жаңағы статусқа мен әшейін ғана жеттім. И мен үшін бір қатты ол бір сондай бір жаңағы әсер берген жоқ, шыны керек. Золотада да көп әсер алған жоқпын, бірақ ана артыңнан келе жатқан адамдардың өскенін көргенде әрине қуанасың. Ол сезім мүлдем басқа. Енді ол сезімді мен ойлаймын, менің артымнан келе жатқан мысалға золотой директорда отырған қыздар жақсы біледі, өйткені артынан келе жатқан қыздар шыққанда жүрегің жарылардай қуанасың. Сәуле бәрі бар. Тек жасау керек. Болды. Енді осы жасау керек деген нәрсеге, кейде бір жаңағы есікті ашып далаға барып айқайлағың келеді. Жасайықшы осы бизнесті, жетейікші осы бизнестің шыңына, алып жатыр елдер, неге біз алмаймыз деп бір қатты бір айқайлағым келеді. Кейде бүкіл жаңағы өзімнің директорларым енді менің біреуі Қызылордада, бірнешеуі Атырауда, біразы Алматыда, Петропавлдан жақта
перизатым бар. Соны кейде ойлайсың, шіркін, осы бүкіл директорлармен бір жерде болсам, бас қоссам деп, иә, командаңмен де бірге барлығын бір жерде жинап, осы нәрсенің мүмкіндікті кәдімгідей 100% айтқың келеді. Енді алла қаласа, жаңағы міне бізде ол нәрселер, жаңағы кездесулер болып жатыр. Ендігі мына Таразда болды, Шымкентте болды, Алматыда болды. Енді Алматыда өзім осы жерде болғаннан кейін бізде жиірек болды, иә, кездесулер. Енді алла қаласа Атырау қаласында мен міндетті түрде баруға нетем, талпынам, тырысам. Иә, ал енді вот шетелге бару, енді ол мүлдем басқа нәрсе. Енді ол сезімді сезініп көрсем, енді ол вообще керемет болатын шығар. Сондықтан да құрметті лидерлер, құрметті директор ханымдар, иә, құрметті директор болмаған да қазіргі осы жерде бизнесті бастап келе жатқан, мені тыңдап отырған барлық менің партнерларым айтарым: все реально, все возможно, все в вашей голове. Даже аурудың өзі сіздің басыңызда. Сіздер білесіздер ма? Осы жолы мен мысалға, енді мен бәрін өзімнің басымдағы нәрсені айтам, иә. Біз жаңа Тараз қаласындағы неде болдық, кездесуде. Таразға бардық, жаңа Шымкентке бар жолда. Енді мен бала-шағам бәрі ауырып келді, шыны керек. Тұмауратып ауырып келді, мұрындарынан ағып, содан мен жолдасым да нетіп қалды, жаңағы тұмауратып қалды. Сонда маған айтады ғой, сен кішкене арырақ жүр, сен ауырып қаласың, жұғып қалады дейді. Мен айтам, мен ауыруға менде уақыт жоқ, мен ауырмаймын деймін. Сонда көрдіңіз ба, даже соның өзі, негізі оның өзі дәрігерлердің несінде де дәлелденген нәрсе ғой. Сөздің өзі емдейді. Не бір тарихта болған нәрселер жаңағы өте қатты емделе алмайсың, болды деп жаңағы конкретный не жаңағы диагноз қояды ғой, болды, адам болмайды деген, иә, неше түрлі обырлар, жаңағы раковое образование дейміз, иә. Содан мысалы қанша адамдар өзін өзі емдеген ғой. Сөздің, ойдың құдіреті қандай күшті. Адам санасында не нәрсеге сенеді, иә, тура сол нәрсе болады, міндетті түрде. Ал енді миды бір нәрсеге сендіру үшін ең әуелі біз сол нәрсені аузымызбен айтып сөйлеуіміз керек. Міндетті түрде біздің аузымыздан дұрыс нәрсе шығу керек. Дұрыс ой болсын, дұрыс нәтиже болсын, дұрыс жетістік болсын десеңіз, міндетті түрде сіздің аузыңыздан шыққан нәрсе дұрыс болу керек. Шариғатта да мынандай сөз бар. Азаннан кешке дейін нені пікірлесең дейді. Пікірлесең деген енді уағыздасаң, айтсаң деген сияқты мағынада, иә. Сен соны аласың дейді. Көрдіңіздер ма? Оның өзі өте дұрыс айтылған нәрсе. Мысалға, имамдар, иә, постоянно нені уағыздайды? Сізді жаңа намазға тартады, иә. Дұрыс жолға түссең, дұрыс нетіп, жаңағы 5 парыздың бірін орындауға шақырады ғой адамды. Сонда қараңыздаршы, азаннан кешке дейін айтады. Міндетті түрде ол адам намазға міндетті түрде әкеледі адамды. Тура сол сияқты бұл бизнесте де. Бір адамдардың сөзі бар ғой, это какая-то там секта, сенің нетіп, жаңағы миыңды аштып, өздерінікін айтып, сен уже қалай сектаға кіріп, басыңның айланып қалған білмей қаласың деп айтады, е. Рас, тура сол сияқты. Бірақ енді ол біз жаман нәрсеге шақырмаймыз, е. Біз соны білуіміз керек. Біз жаман нәрсеге шақырмаймыз, бір жаңағы дұрыс жолғадан таю мақсатында емес, керісінше адамның жаңағы дұрыс жолда болуына. Негізі мына сетевой менің қыздарым менімен келіседі. Қарлығаш та, Мәриям да, Анара, Перизат, қай-қайсысы болса да келіседі. Сетевой адамды тәрбиелейді. Жақсы жаққа қарай тәрбиелейді. Өйткені сіз бұл жерде топтық жұмыс жасайсыз, иә, командалық жұмыс жасайсыз. Команда деген кім? Сізді түсінетін, сіздің артыңыздан еретін, сіздің жолыңызбен бірге ары қарай жүретін адамдардың жаңағы жиынтығы, иә. Егерде адаммен тіл жаңағы қата алмаса, айтамыз ғой, енді орысша айтқанда, мен үнемі айтам, сетевой — это бизнес человеческих отношений. Тот человек, который не может построить эти отношения, ол адам мықты лидер бола алмайды. Сондықтан бұл жерде сіз мықты лидер болу үшін сіз адаммен
қарым-қатынасты орната алуыңыз керек. Біз мына жерде неше түрлі адамдармен жұмыс жасаймыз, шыны керек. Ең алғаш адам келген кезде сетевойға қазір Алланың қалауымен менің командамда көптеген адамдардың ойы өзгеріп жатыр. Ойы өзгермесе, адам бұл жерде нәтижеге жетпейді. Ойы өзгеріп жатыр, бірақ ойын өзгерте алмаған адам ешқашан нәтижеге жетпейді. Бұл жерде жаңағы тупо жасай беруге болады әрине, бірақ сіз әрбір статуста өзіңізді өзіңіз тәрбиелеп, өзіңіз жаңағы өсу мақсатында жұмыс жасамасаңыз, айтады ғой, работа над собой. Обязательно работа над собой. Соны жасамасаңыз, сізде бұл жерде үлкен өсу болмайды. Реніш, өкпе, біреулерге ренжу, жаңағы отказ берген адамдарда, егер сіз оларға зацикливаться етіп, прям солардың жаңағы несімен кетсеңіз енді, бар ондай адамдар өте көп. Мына бизнесте айтады ғой, сондай сөздерді, отказдарды естіген кезде человек быстро ломается. Болды, қиындықтың біріншісінен ол өте алмайды. Ол сол фундаментті жасау барысында әрбір адамда бұндай қиыншылықтар болады. Бірақ сол қиыншылықтардан жарайды, бұл уақытша ғана қиыншылық, мен қай жерге барсам да мен бәрібір қиналам ғой. Үкіметте де әркім өз ойынан хабар береді. Үкіметте де қай жұмысқа барсаңыз да сіз бәрібір де қиналасыз. Оңай жерде ақша жатқан жоқ, оңай жерде сіз арманыңызды орындай алмайсыз. Сондықтан қай жерде болсын қиыншылық болады. Мына жерде әрине кішкене отказ аламыз, бірақ фундамент ол біздің, сәлден кейін сіз уже айтады ғой, жаңағы өзіңізді түсінетін адамдарды тауып алғаннан кейін болды, сізге уже бизнес жасау оңайырақ болады. Барлығы адамның басында. Мен жетістікке жетем, менің қолымнан келеді, мен де жасай алам десеңіз, мен сізге сенемін. Сіз жете аласыз, сіз жасайсыз. Егер де маған мысалға жазады, жаңағы информация бергенде қанша адамдар келеді, жазады, күніге. Сонда кейбір адамдар менің информациямды әбден тыңдап алады, маған айтады, менің қолымнан келмейді дейді. Мен сразу жазамын, дұрыс айтасыз, сіздің қолыңыздан келмейді. Сіз қалай айтасыз, тура солай болады. Қолымнан келмейді деген адамға менің өзім ешқашан ештеңемен көмектесе алмаймын. Отказ естіген кезде көңіліңіз түсіп қалғанда, енді адам болғаннан, пенде болғаннан әрине болады солай. Бірақ адам оны түсіну керек. Отказды ол адам ол сізге айтпайды. Сен тоқтап қал, сен жасама, сен істеме деп айтпайды. Ол жоқ дегенде, ол өзіне жоқ дейді. Жоқ, мен жасай алмаймын, жоқ, маған керек емес, жоқ, менің қолымнан келмейді дейді. Біз қашанда ол сөзді өзіміздің адресімізге аламыз, маған айтқандай болып тұрады. Сондан кейін жаңағы біреуден кейде сөз естиміз, біреу кейде блокқа қойып тастайды бізді, болады ғой жұмыс барысында ондай нәрсе, Сол кезде адам егерде сізді блокқа қойған, сізге отказ берген адам почему-то сіз туралы буквально 5 секундтан ұмытып кетеді. Мен ананы блокқа қойдым, мен анаған жоқ дедім деген сияқты ол кешке дейін ойлап жүрмейді ғой. Ал керісінше сол сөзді естіген сіз күндіз кешке дейін сол ойымен жүресіз. Хотя ана адам сізде вообще ешқандай шаруасы жоқ, уже болды. Кетіп қалды ол адам, сізге ешқандай да просто адам жаңағы ол ойды добрый вечер. Катя, вы же на казахском понимаете, верно? Если не ошибаюсь. Вот, команда с Воронежа. Приветствую вас. Солай. Я вот говорю, что мысли наши материальные, что надо всегда думать о хорошем. Чтобы у нас здесь в подсознании было что-то хорошее, мы должны сначала менять свои слова. Надо всегда говорить. Ол кісі түсінеді мені қазақша. Бізде Воронеждан бар, бізде еще Настя бар, набережный Челныйдан, Россиядан. Солай. Енді ең негізгі нәрсені түсіндік,
жаңағы ойға байланысты тағы бір нәрсе, құрметті команда. Біз мына тіпті былай да жаңағы психологтар айтып жатады. Сіз дейді біраз уақытқа өзіңіздің араласатын адамдарыңызбен даже араласпай қоя тұрсаңыз да болады дейді. Жоқ, ол анандай менсінбеу мақсатында емес, просто мысалға бір топ, азаннан кешке дейін сіз мысалға белгілі бір топпен жүресіз, мысалы араласасыз, егер де көбінде сәлем, егер де көбінде сіз мысалға бір дастарханның басына жиналған адамдар недовольство, біреу мысалға жолдасын жамандайды, біреу енесін жамандайды, сондай жағдайлар өте көп қой. Егер де сіздің ортаңыз қоршаған дейді, сондай орта болса дейді, сіз кішкене сәл біраз уақытқа ол адамдармен сәл араласпай қоя тұруыңыз керек екен. Өйткені ол ортаның өзі айтады, это и есть зона комфорта. Вы должны уметь выйти из зоны комфорта. Наоборот, вы должны пойти туда, в ту среду, где вам некомфортно, где вам дискомфортно. Мысалға болады ғой, бір кейбір ортаға келесіз, и чувствуете себя кішкене бір ана адамдар сізден бір умнее, сіз бір олар қарағанда бір ойыңыз дұрыс айта алмайтын сияқты, ол адамдармен жаңағы сөзіңіз дұрыс келмейтін сияқты болып тұрады, вот это и есть дискомфорт. Значит, вы выходите из зоны комфорта. Солай тырысу керек екен, адам өзін міндетті түрде өзгерту керек екен. Мынандай бір қызық жайт, біз бәріміз, мы все сидим в соцсетях и наблюдаем, в разных страничках, там лайкаем, пишем комментарий, и в основном почему-то именно қазақтар, ол да дәлелденген нәрсе, қазақтар жаман жаңағы жаңалықтарды именно находим что-то плохое и лайкаем, и потом там пишем комментарий. И сол бойынша почему-то қазақтар, именно қазақстандықтар, вообще Қазақстан 5-ші орында екен, сенесіздер ма? Біз өзіміз осознанно барып жаман нәрсені іздейді екенбіз. Жаман жаңалықтарды қарағымыз келіп тұрады. Қай жерде не болды, кім-кімді өлтіріп қойды, біз өзіміз осознанно соны іздейді екенбіз. Енді ол деген сөз, ол не деген сөз? Үнемі жаман нәрсе болады деген сөз ғой. Жаман нәрсені шақырасыз, ойыңыз дұрыс нәрседе болмаса. Сондықтан мына айтады ғой, барлығымызда да 24 сағат бар, менде де 24 сағат бар, сізде де 24 сағат бар. Сол уақыттың қалай өтуін сіз қадағалауыңыз керек екен. Сіз өзіңіз басқаруыңыз керек, Мысалға шыны керек, ешқандай да тиімсіз, мен мысалға телевизор көрмеймін өз басым. Кейде анда-санда былай кетіп бара жатқанда бір комедийный кинолар болса, соны қараймын, и исторический киноларды қараймын. Екеуін де қараудың өзіндік бір себебі бар. И вам тоже советую. Почему? Потому что комедийный кинолар бәрібірде жаңағы адам эмоциясын жақсы жаққа бұруға, көңіл күйін жақсартуға ол өте үлкен рөл атқарады, маңызды. Ал исторический фильмдардың бәрінде мотивация бар. Мықты мотивация бар. Не бір жаңағы сөздің құдіретімен, мықты жаңағы үлкен сіздер көресіздер ғой, мысалы исторический киноның көбінде адам мықты бір жаңағы топты басқарып тұрған, солдаттарды басқарып тұрған адам кішкентай ғана өзінің командасымен, енді ротасымен дейміз ба, керемет бір, былай қарасаңыз, адам сенгісіз қарсы тұрған адамдарды жеңе білген. Ондай нелер өте көп қой. Ол не? Ол мықты жаңағы алдында тұрған лидердің мықтылығында, сол адамның күштілігінде, сол адамның сөзінің күштілігінде, сол адамның жаңағы лидерлік бойынан табылатын качествосының барлығында, содан кейін басқа адамдарды өзі сенген дүниеге сендіре алуында. Вот действительно, мына ой деген енді шыны керек өте мықты нәрсе. Сондықтан да міндетті түрде жаңағы айтқан мысалы керек емес парақшалардан шыққандарыңызды қалаймын мен.
иә, керек емес, ешқандай тәрбиелік мәні жоқ. Мынау түріктің кинолары, үндінің кинолары, иә, мен үндінің киноларын вообще таңғалам. Бастауын бастайды, бірақ аяқтай алмайды ғой ешқашан. Аяғы бітпейді. Енді бітейін десе қайтадан бірдеңе бастайды. Қай қайсысын қарасаңыз да, ешқайсысында ешқандай тәрбиелік мән жоқ, мағына жоқ. Тіпті кейде балаларыңмен отырып қосып тұрсаң ыңғайсызданасың болып жатқан нәрсеге, иә. Сондықтан да қараудың қажеті жоқ ондай нәрсені. И парақшалар тоже не стоит, не надо. И так өмірдің өзі, сыртқа шықсаңыз, жұмысқа бара жатып ақ сіз қанша негативті көресіз, қаншама адам өзінің өміріне жаңағындай нете алмай жүрген, айтады ғой, постоянно жаловаться етіп жүрген, бірдеңе жетпей жүрген, бір-бірімен ұрысып жатқан, орын берсе де ұрысады, бермесе де ұрысады, әйтеуір бірдеңе шықсаңыз болды негатив, иә. Сондықтан и так толып тұрған негативке сіз барасыз да жаңағындай керек емес парақшаларды қарайсыз, ол жерден жаңаларды көресіз. Еще қай парақшаның болмасын астында өкінішке орай бір-бірлерімен жаңағы ит жығыс болып жатқан тағы біздің қазақтар, иә. Өкінішке орай, енді ол енді үлкен шындық. Сондықтан да уақытымызды орынды қолдансақ, иә. Уақыт жоқ деген сылтау, уақыт барлығынан таба аласыз сіз. Любой нәрсеге табуға болады. Бизнеске де, балаға да, басқаға да. Бірақ енді әрине айтам, мен мысалға, менен де сұрайды, мысалға, қалай уақыт тауып жатасыз деп, иә. Мен жаңағы ең срочный нәрсені жасаймын. Маған данный момент ең керек, қайсысы қатты керек, соны жасаймын. Құрметті команда, даже о кісіге жазып нетпей ақ қойыңыздар. Ол адам өз солай. Мен үнемі айтамын, біз ешкімді өзгерте алмаймыз, ешкімді өзгертіп керегі де жоқ. Адам ең әуелі өзін өзі өзгертсе, иә. Одан кейін маңайындағы қоршаған адамдар оған мүлдем басқаша болып нетеді, қабылдайсыз мүлдем. Сондықтан ол адам шыға ма, нравится отыра берсін, не нравится сөйлей берсін. Сондықтан ол міндетті емес. Мен бүкіл жаңағы бәленбай миллион халыққа ұнауым шарт емес, иә. Менде ұнатпайтын адамдар бар, ну и что, маған оның несі жоқ. Иә, мультик көрген вообще күшті. Азаннан кешке дейін балапан арнасы ма? Солай. Енді қандай сұрақтарыңыз бар сіздерде? Жаңа мен айтып жатырмын ғой, далаға шығып айғайлағым келеді деп, иә. Жоқ, блокқа қоймаймын да. Отыра берсін. Вот нравится человеку, отыра берсін. Ол адам мені ұқпайды, айтып отырмын ғой. Вот осы нәрсе, мысалға, сетевиктер, они чуть-чуть нестандартные люди. У нас мышление чуть-чуть нестандартное. И когда біз адамдарға айтамыз ғой, про возможности компаний, біз ойлаймыз, ол адам мені түсінеді, я деп айтатын шығар деп, потому что мы уже сами поняли суть бизнеса, я, в чем дело. Енді адамға айтқан кезде олар бізді түсінбейді, көбінде отказ айтып жатады. Міне сол жаңағы адам соның бірі. Ол адам мені қазір түсінбейді, потому что оның басында ондай не жоқ, түсінік жоқ. Ол адамға ренжудің қажеті жоқ. Вот тегін уақытын нетіп отырған кісі, ол кісі просто. Сондықтан міндетті түрде осы жерде үлкен мүмкіндіктер бар. Өміріңізді өзгертуге, ойыңызды өзгертуге, өзіңізді өзгертуге, иә. Басқа жерде иә, баяғыда біз сөйтіп үйрететін ғой, Қарлығаш. Нормальные люди на своей нормальной работе зарабатывают нормальные деньги. Люди нестандартными мышлениями, люди ненормальные, к сожалению, зарабатывают, или к счастью, зарабатывают ненормальные деньги. Адам сенбейтін жаңа миллиондарды, сондықтан қалаймыз солай бола берейік. Келдіңіз, тіркелдіңіз, компанияның, қазір компания жайлы қандай кітап дегенді қазір айтам. Келдіңіз мүмкіндігін, или осы жерде айтайын, қазір тағы ұмыт кетуі мүмкін. Ең әуелі, кез келген сетевойда қайсыған барсаңыз да, есть азы. Азы, как будто азбука деген сияқты, осы ненің жаңағы баспалдағы. Мен сіздерге советую. Джон Кехан, подсознание может все. Надо менять свое мышление. Ең бірінші. Екінші,
Бақыт, Сәуле, сіздер ана чатта жаза саласыздар ма, ана Тыныштық деген бала, Тынышбек деген бала мені іздеп қайта вы где деп 40 рет жазып жатыр, жекеме ау деп 16 сообщение жазған. Сол жерге шығып общий чатқа жазсаңызшы, прямойда отыр деп. Сол бала негізі шығу керек еді прямойға. Жаңағы Джон Кехан подсознание может все, и қазір айтам. Дон Файла. 10 уроков на салфетках. Именно сетевойға қатысты. Вот осы екі кітапты оқып алғаннан кейін, любой кітапты сіз дұрыс қабылдайсыз. Бұл екі кітап, как біздің детокс сияқты, очищение организма сияқты. Сознаниенің бәрін дайындап барып, сіз кез келген кітапты дұрыс қалпында қабылдай аласыз. Ары қарай оқи бересіз. Жаңағы кімнің, Джим Ронның кітаптары өте тамаша. Одан кейін Роберт Тору Киясакидің кітаптары өте керемет, иә? Богатый папа, бедный папа, квадрант денежного потока деген. Енді шыны керек кітаптар өте көп. Бізде даже сол кітаптардың тізімі де бар, иә? Кітаптың аты «Подсознание может все» Джон Кеханың и Дон Файланың 10 уроков на салфетках. Аудио кітаптар да бар. Бірақ негізі мына живой бумажный кітапты ұстап оқыған вообще күшті. Ол кітаптар оңай оқылады. Сіз кітапты оқып біткенше өзіңіз ана кітапты жегіңіз кеп тұрады. Тізімі бар, қыздар. Неден общий чаттан, активный чаттан сұрасаңыздар, қыздар береді. Көп ненің прям аудиозаписінің бәрі бар. Одан кейін мысалы қазіргі таңда өте көп қой мотивациялық нелер, видеолар. Біз мысалға бұрын, осыдан 10 шақты жыл бұрын, кәдімгі сол адамдар тыңдау үшін, сол адамдардың аудиториясына бірге барып, офлайн кездесулерге баратынбыз, е. Қазір Аллаға шүкір, мысалға сіздің қолыңыз тимей отыр, жаңадан босанған декреттегі ана болсаңыз да, сіздерге жақсы жері ютубтан барлығын қарай беруге мүмкіндік бар. Кітаптар кез келген кітап дүкенінде сатылады. Иә, өте қарапайым тілде жазылған. Кез келген адам түсінеді. Ойын өзгертеді, ары қарай іс-әрекет жасауға сіздерге өте оңай болады. Солай, құрметті команда, мен жаңа айтып жаттым, иә, сіздер келдіңіздер, сендіңіздер, бастадыңыздар, тіркелдіңіздер, иә. Енді маған жекеге міне күніге қанша сұрақ қояды, кейде жауап беріп үлгерем, кейде жауап беріп үлгере алмай жатсам, неден бастаймын, мен ары қарай мен жетістікке жеткім келеді, не істеймін деп жатады, иә. Үнемі айтатыным, даже если сіз ойлайсыз, что мені түсінбейді адам, мені жақыным түсінбейді, менің жаңағы туған туысым жоқ дейді деп ойласаңыз да, бірақ бәрібір сол адамдардан бастаңыздар. Ол үлкен нәрсе. Вот жақында ғана сондай нәрсе болды бізде, е, командамызда. Енесі жазылып кеткен басқа командаға. Вот, көрдіңіздер ма? Ене деген енді мама же своя. Ол кісіге де айтуға болатын еді, что мен осы жерде жұмыс жасаймын деген сияқты, көрдіңіз бе? Енді ондай упущение болады. Ондай упущение менде де болған кезінде. Таныс қыз, вроде жақын тұрамыз, әне барам, міне барам, қойшы, жанымда тұр ғой, әйтеуір барам ғой деген сияқты. Күнде ертеңге салып жүріп, бір күндердің күнінде сәтін салып барған кезде, өліп тіріліп жаңағы жерде компанияны айтып жатсам, мен саған бір керемет бір нәрсе айтайын деп келдім деп. Сөйтсем айтады, жоқ, мен уже тіркеліп алғам деп, көзім бүйтіп, нетсем маған айтады, ты что, сен ғанасың ба, одна такая умная дейді. Сондықтан бұл нәрсе қателікті жібермеңіздер. Ең әуелі осы жаңағы таныс адамдардан бастаңыздар. Бизнесті міндетті түрде мен қалай бастадым? Мен де шамам келгенше таныс адамдарды шақырудан бастадым, е? Таныс адамдар бәрібір де, егер де сізді түсініп ол адамдар келетін болса, ол адамдар келгеннен кейін көбісі жасайды. Міндетті түрде. Енді келмейтіндер болады, бірақ оған тоже убиваться етудің қажеті жоқ. Ойбай, маған келмеді мынау деген сияқты, бәрібір ол кейін келеді. Ондай адамдар да болады. Кейін келетін, жаңағы сен жетіп алсаң деген сияқты, иә. Бірақ бәрібір де сол туған туысқандардан список знакомых нужно составить обязательно. Вот тіркеліңіз, тіркелген күннен бастап өзіңізде, и вот өзіңіз тіркелген адамды үйретесіз. Список знакомых, таныс адамдарды шақыру. Дұрыс айтады Перизат,
теплый кругтан өте мықты команда шығады. Сондықтан сол списокты составить еттіңіз, иә, сол список бойынша сіз хабарласасыз, барлығына бір рет жазып шығасыз, иә. Пускай сізде будет страх, сіз қорқасыз, но сіз одан бастауыңыз керек. И айтқан кезде өзіңіз сеніп тұрсыз ғой, өзіңіз сеніп тұрсыз. Мұнда пока жетпесеңіз де жетістікке жеткен адамдар бар. Одан мысалы бүгін маған мынандай сұрақ қойды, жекеде мен өкінішке орай әлі жауап беріп үлгермедім. Сен өзің қанша ақша аласың деп жатыр. Сен өзің жеттің ба деп сұрап жатыр дейді. Сіздер, мен де мысалы кезінде келе салған кезде маған біреу қалтама ақша салып берген жоқ қой, чтобы мен айту үшін менде мынандай ақша бар деп, мен де нөлден бастадым, 18 мыңға өзімнің бірінші товарымды алып бастадым. Өкінішке орай уақыт өтіп барады екен. Сәл ғана қалды. Желательно жолдасыңызды өзіңіздің артыңыздан тіркейсіз. Өте жақсы. Жеңгетайыңыз сеніп келсе өте жақсы. Ары қарай енді холодныймен жасаймын.